Құрметті менің каналымның оқырмандары, екінші БЖБ А бөлімінің екінші нұсқасын сіздерге түсіндіріп өтейін. Екінші нұсқа, бірінші есепте бізде 15, 21, мына сандар 15, 21, 25, 52, 50 деген сандардың 5-ке еселігі бар ма деп сұрап жатыр. Яғни бірінші есептің жауабында 5-ке еселік. 5-ке еселік сандар бізде бағана бірінші видеода да түсіндірген болатынмын. Яғни бұл жерде 15, 25, 50. Яғни 15 деген сан қалай шықты? 5-ті 3-ке көбейткеннен шықты. Осылай кете береді. Келесі Е. 100-дің бөлгіштері. Бөлгіш. Яғни 100-ге бөлінетін сан. 100-ге бөлінетін сан бізде 25 пен 50. Яғни 100 25-ке бөлінеді, 4 болады. Бөлгіш деген сол санға бөлінеді. Дәл солай кете береді. Келесі F. 52 санның бөлгіші болмайды дейді. Болмайды, яғни ол қандай сандар? Яғни 52-ге бөлінбейтін сандар бізде 15, 21, 25, 50. Осы сандар 52 санына бөлінбейді. 52 15-ке бөлінбейді. Қалдық шығып кетеді. Сол себепті бізде бұны бөлгіштері болмайды деп қарастырамыз. Ал 52-ге бөлінеді, ол санды алуға болмайды. Келесі төртінші есеп. 3 метрлік мата сатып алынды дейді. Оның құны 702 теңге болуы мүмкін бе? Сұрақ. 3 метрлік мата берілсе, оның құны 702 теңге бола ма? Деп сұрақ қойып жатыр. Енді оны шешу үшін біз 7 қосылған 0 қосылған 2, сонда бізде 9 болады. 9 3-ке бөлінеді, 3 шығады. Яғни 702 деген сан 3-ке бөлінеді деген сөз. Яғни бізде жауапқа жазамыз. Болады дейміз. Амалдарды орындамай-ақ дейді. Яғни 130 қосылған 65 осы қосынды дейді. 13-ке бөліне ма деп сұрақ қойып жатыр. Оны былай санаймыз. 130 бөлеміз 13 қосу. Ортасына қосу болғандықтан қосу қоямыз. 65 бөлу 13. 130-ды 13-ке бөлгенде 10 болады. Қосылған 65-ді 13-ке бөлгенде 5 болады. Жауабы 15 болады екен. Яғни осы қосынды бізде бөлінеді екен. Сонымен жауабы болады. Яғни бөлінеді деген сөз. Келесі бізде соңғы есеп. Соңғы есеп 4-ші деп көрсетіліп тұр. Ең үлкен, ең кіші ортақ еселік 20, 120. Сосын бізде, енді біз не істейміз? Бірінші жіктейміз. 20-ны 2-ке бөлеміз 10 болады. 10-ды 2-ке бөлеміз 5 болады. 5-ті 5-ке бөлеміз, бізде 1 болады екен. Енді 120-ны жіктейміз. 120-ны 2-ге бөлеміз, 60 болады. 60-ты 2-ге бөлеміз,
30 болады. 30-ды 2-ке бөлеміз. 15 болады. 15-ті 3-ке бөлеміз. 5 болады. 5-ті 5-ке бөлеміз. 1 болады. Енді бұл жерде қай жақта 2 көп? Біреу, екеу, үшеу. Мына екілерді алмаймыз. Сонымен 2 көбейту 3. Яғни 2-нің 3 дәрежесі. Көбейту қай жақта 3 бар? Аламыз. Қай жақта 5 бар? Аламыз. Сонымен жауабы бұның 8 көбейтілген 2-ін көбейтсек, бізде 15 болады. 8-ге 15-ті көбейтетін болсақ, бізде 120 болады екен. 120. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш 20, сосын 120. Енді оны қалай табамыз? Енді былай табамыз. Мына жақта 2 бар, мына жақта да 2 бар. Мына жерде де 2 бар, мына да 2 бар. Сосын қай жақта ортақ 5 бар, мына жақта 5, мына жақта да 5 бар. Осы шығып тұрған 3 санның көбейтіндісі, мына жақта 20 шықты, мына жақта 20 шықты. Сонымен ең үлкен ортақ бөлгіш 20-ға тең екен. Енді келесі бізде 4-тің асы орындалды. Енді высы ең үлкен ортақ бөлгіш 88, 24, 36 есептегенде 88-ді 2-ге бөлеміз, 44 болады. 44-ті 2-ге бөлеміз, 22 болады. 22-ні 2-ге бөлеміз, 11 болады. 11-ге бөлеміз, 1 болады. Келесі 24, 24-ті 2-ге бөлеміз, 12, 2-ге бөлеміз, 6, 6-ны 2-ге бөлеміз, 3, 3-ге бөлеміз, 1. Келесі 36, 36-ны 2-ге бөлеміз, бізде 18 болады. 18-ті 2-ге бөлеміз, 9, 9-ды 3-ге бөлеміз, 3 болады. 3-ті 3-ге бөлеміз, 1 болады. Енді біз бағанағыдай 2 бар, 2 бар, 2 бар. Тағы да 2 бар. Енді бізге айтады, тағы 2 бар ма десек, 2 бар, мына жақта 2 жоқ. Сосы 36-ның бойында тағы 2 жоқ. Сол себепті 2-ні алмаймыз, 11-ді алмаймыз. Өйткені басқа сандардың бойында 2 жоқ. Сонымен жауабы екеуінің көбейтіндісі бізде 4 болады екен. Енді ең кіші ортақ еселік 88, 24, 36. Ал есептейік. Енді бұл жерде қай жақта 2 көп? 2-нің көп жағы бізде 88-дің бойында 3 бар, яғни 2 көбейту 2 көбейту 2, ол бізде 8 болады екен. Көбейту қай жақта 3 көп? 3 бізде 36-ның бойында, міне. Екеуін көбейтеміз, 9 болады. Көбейту қай жақта 11 бар? Бізде бар 11. Осы 3 санды көбейткен кезде 792 шығады екен. Сонымен біз бір жолымызды аяқтадық. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.